Сәлем оқырман. Диана мен Сұлтан үйленгелі жатыр. Көптен бері құпия деп сақтаған еді, ал енді бәрі ашылды. Халық болып Диана үшін бақыттымыз. Қаншама көрермен бақыт тілеп жүргізіп жатыр. Сұлтан болса Instagram желісіне Дианамен түскен суретін жүктеді. Ізгі ниет, құттықтау тілектеріңізге үлкен рахмет деп алғысын білдірді. Ең мықты жігіт, сөз саптауы өзін ұстауы. Сұлтан ең жақсы таңдау деп есептеймін. Міне нағыз керемет жұп деуге келетін жандар. Әлі де тәтті шай суреттері жүктелуде. Ал Диана болса өзінің жазуларын қалдырды. Кеше тәтті шайда да ата-анамыз айтқан еді. Бізден бұрын балаларымызды халық қосты деп. Тоқтар бейбіт солай болған кезінде деп. Адамның өзге үшін шын, риясыз қуана алуы да биік өнер. Дәл қазір сіздердің құттықтауларыңыздан сол шынайылықты лебі өседі. Маша Аллах деп қойыңыздар. Ал біз өз кезегімізде сіздерге бізге тілегендеріңіздің 100 есесін тіледік. Деді Диана. 3 бірдей қайын сіңіліс көрсетті. Енесінің де суретін жүктеді. Ал енді көрейік пікірлеріңізді. Қандай әдемі, жарасымды жұп. Үлкенге құрметті, кішіге ізетті білетін білімді, медениетті жастар. Бізде жақсы көреміз, жаңалықты естіп қуандық. Теледидардан көріп танып, біліп жақсы көріп шалдық. Диана керемет жүргізуші, сөз саптауы. Сөйлеу манері таза қазақша жүргізетіне. Учкудук қаласынан сәлем, бақытты болыңдар. Керемет, жұмыстан шаршап келсем де. Бір күшті жаңалық болып мәз болып шай ішіп отырмыз. Екі ақылды қосылды. Данада дарада ұрпақ сүйетіні сөзсіз. Бақытты отбасы болатыны да сенімдімін. Как будто туғанымыз сияқты ейдік. Қуанып жатырмыз. Керемет бақытты болсын. Туыстарымыздан сүйінші сұрадық, Диана мен Сұлтан қосылды деп. Алла тіл көзден сақтасын. Диананы айта алмаймын. Ешкімді ұрысы алмайды күшті қыз. Сұлтанды да қатты сыйлайды. Сұлтан есіріп көріліп кететінге ұқсамайды. Бақытты болыңдар. Отбасында кекілжін болмайды деп ойлаймын. Өйткені Диананы білемін. Өте балажан, мейірімді. Адамда жаулап жақын тартады, білейін, қуаныштымын дейді оқырмандар. Диана мен Сұлтан үйленеміз деп жариялаған болатын. Өздерінің жылы сөздерін айтып, қолдаушыларына рахметін айтып жатыр. Диана болса осындай жазбаларын қалдырған болатын. Сұлтанмен сөйлесіп бір жағы таң қалып, бір жағы қуанып отырмыз. Біреу үшін осылай қуану деген керемет қой. Сұлтан екеуміз де қатты қуанып жатырмыз, бағалап жатырмыз. Бұндай негізінде отдачаны, бұндай кері байланысты біз күтпей жатырмын. Тек телефоннан тұру мүмкін емес болып қалды ғой. Неге? Өйткені сіздердің хаттарыңыз өте көп. Өткен жолы мен тәтті шайдан кішкене ауырып қалдым, білмеймін неге. Мүмкін қатты толқып кеткеннен болар. Денемнің барлығы кәдімгідей отмена берді ғой маған барлық жағынан. Рахмет, құттықтауларыңызға өте тәнтімін, өте қуаныштымын. Алла жар болсын, Алла разы болсын. Өте приятно. Жалпы мен барлық достарымызға және достарымызға рахмет айтқым келеді. Кім білді және ізгі ниетпен үндемеді және біз өзіміз қалағанша қауесет жібермеді. Мен қалай білемін, менің жақындарымды азаптады, бірақ олар үнсіз қалды. Бұл ең алдымен сол адамдарға жұмаққа жол, адалдық үшін. Ал Америка құрама штаттарына келетін болсақ, ол мүлдем бөлек әңгіме. Негізі бала кезімнен, өзім студент кезде work and travelмен барғым келген, бара алмай қалдым. Негізінде әр адамның, саналы адамның деп ойлаймын, кемде бір минимум бір рет Америкаға барғысы келеді бәрібір. Және ол баруға тұрарлық ел деп өзім айта аламын, көргеннен кейін өте ұнады. Енді мен өзімді керемет судағы балықтай сезіндім деп айта алмаймын, өйткені ол жерде бәрібір тілден барьер болды, қысыласың. Бірақ Сұлтан оның ағылшын өте жақсы, өзін еркін сезіне алды. Соның арқасында, соның критический мышлениесі күшті болғаннан кейін Америкада кәдімгідей спокойно жүрдік. Мен жалғыз олай жүре алмас едім мысалы. Енді логика жағы менде кішкене өкінішке орай отсутствует, ода присутствует. Сол үшін де біз мүмкін шығармыз, бір-бірімізді дополняем.